Баршаңызға сәлем достар, және бүгін біз Бравл Старс ойынын ойнайтын боламыз. Сіздер PlayGZ арнасындасыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер, ал біз ойынымызды бастаймыз. Достар, қазір біз ең алдымен кітапқа кіреміз, және мен енді ангелдарға ойнап жүрмін қазір. Бұл жерде енді способностьтерден ең жақсысы әрине благодатная защита. Мен енді осымен ойнап жүрмін. Мен енді бүкіл способностьтерді ашып қойдым әрине. Және ангельский способностьтерден міне басқа да міне вознесение деген бар. Бұл жерде светлое прикосновение бар. Енді бұлар да негізі жақсы. Міне возрождение, кара және мына серафимы. Негізі бүкіл способностьтер жақсы, бірақ мен әрине осы благодатная защитамен ойнап жүрмін. Және менің ойымша осы ең жақсысы. Жай достар, қазір біз енді магазинға кірейік. Және магазинда енді бұл жерде әдеттегідей наборлар бізге ұсынылып жатыр. Міне акциялар. Енді мына жерде Эдгарға өте ерекше скин екен. Міне өте ерекше скин ұсынылып жатыр. Бұл жерде енді міне Рико, енді аса қатты қызық жоқ, Брокке скин. Енді магазинда аса қатты қызық жоқ. Жай достар, шығайық бұл жерден. Қазір біз енді не істейміз? Біз қазір квестіге кірейік. Квестіде ештеңе жоқ, квестіде ештеңе жоқ. Наградаға кірейік. Біз енді азақ қалды негізі өтуге, осы 50-ші, осы жерге жетуге. Жарайды достар, енді бүгін біз осы демонический скиндер маған түскен болатын, және біз сол бравлерлермен ойнайтын боламыз. Қазір мен енді сол бравлерлерді тауып көрейін. Енді сонымен достар, маған негізі Эмсге, міне достар, көріп тұрсыздар ғой, маған демон Эмс түскен болатын, және маған тағы да демонический скиндер түскен болатын. Және тағы кімге? Міне Калетке маған осы бесенок Калет дейді, осы демон скин түсті маған. Тағы да бар. Тағы да кімге түсті маған? Тағы да маған міне Отиске, осы демон Отис, осы скин түсті маған демонический стардроптан. Және маған тағы да бір демонический скин түскен, ол Виллоуға. Міне достар, осы демон Виллоу скин осы түскен болатын. Және достар, енді демонический скиндерден маған тек қана кімге түспеді маған негізі? Маған негізі демонический скиндерден тек қана осы Боға түспеді. Демон скин. Қазір біз көрейік. Бұл жерде негізі блингеге мені сатып алса болады осыны. Демон Бо. Бірақ маған бұл скин енді аса қатты ұнап тұрған жоқ негізі. Және бұл скин негізі Булға ұқсайды да негізі. Менше сол Булға ұсыну керек еді осы скинді. Жарайды достар, менде енді демонический скиндердің бәрі бар десек болады. Бірақ менде енді әрине Мортиске ғана жоқ осы скин. Енді демон Мортис жоқ менде. Енді бұны әрине енді стардроптан түседі деп ойламаймын. Жарайды достар, қайткенмен де біз енді бүгін осы демонический скиндер бар осы бравлерлермен ойнайтын боламыз. Енді Эмсді таңдайын қазір, демон Эмс. Және достар, давайте біз қазір енді осы мына жерде легендарный стардроп менде 50 мың трофей, осы трофейлерді жеткізген үшін маған міне осындай енді наградалар, осыларды біз қазір енді ашайық. Және әрине мен осы легендарный міне стардропты осыны ашқым келіп отыр. Жарайды достар, енді алайық мына жерде. Кредитті алайық. Және мына жерде міне очки силы, бұны да алайық. Міне очки силыды алдық. Және міне достар, давайте енді ашайық. Енді 50 мың кубокке жеттік. Және осы легендарный стардропты ашайық. Ішінен көрейік не шығады екен. Кеттік ендеше. Ал кеттік достар. Және достар, аса қатты мен ойладым скин шығады ма деп. Бірақ звездная сила түсті. Енді аса қатты қызық болған жоқ негізі. Жарайды достар, мынаны да енді ала салайық. Мен енді марсианская славадамын қазір. И біз монетаны да алдық. Жарайды достар, қазір біз енді
событияларға кірейік та бірден. Және міне соревнования енді бітеді 13 сағаттан кейін. Так, давайте біз қазір енді тройной столкновениеға кетейік осы демон эмзбен. Ал кеттік достар, тройной столкновение, атакаға кеттік. Енді достар, бұл жерде жақсылап тұрып ойнау керек. Енді так, 4 команда. Және мен әрине енді демон скинді алып, ангел способностьпен енді ойнап жатырмын. Қазір біз, так, менде енді щит бар. Қазір енді атака жасайын ба, білмеймін енді, так. Тимеді, бір жағынан былай кетпей қойық. Менше бізге қазір просто шөптің арасында тығылып отыра тұру керек. Негізі бұл жерде енді тактика керек қой. Енді өкінішке орай, міне товарищ по команде так пал дейді. Так, мен мына жерде мына былай қуып жүрейікші. Мынау достар, мен тупить еттім, негізі шықпай қою керек еді. Так, ана жерде енді биби келе жатыр ғой. Қауіпті енді. Мен қазір енді үлгермейтін сияқтымын, достар, үлгермедік, әттен үлгермедік. Так, қазір біз тағы да енді кетейік. Ал достар, енді қазір екінші атака. Осы тройной столкновение. Так, мен енді осы эмзбен ойнағаннан кейін басқа да бравлерлерді таңдайтын болам. Және сол басқа да боецтермен ойнап шығатын болам. Қазір бізге енді жеңіске жету керек қой, ең бастысы. Мына жерде енді жәшіктер көп, бірақ оларды алу қазір қиын болады. Так, біз былай смело алып кетейік. Мен бекер шықтым, мен қайтадан тупить еттім. Қазір енді напарниктер тупить етпесе болғаны. Ебой, достар, мына жерде джин қайтадан енді міне. Екі товарищте уже не істеп қалған. Шама болмай отыр ғой мына жерде, енді дұрыстап ойнауға. Қазір достар, өте қауіпті негізі. Өйткені ана жерде қараңыздар, 10 банка ма сондай. Бізге қазір енді шөптің арасында сол тығылып қалу керек қой. Енді ұту үшін. Біз үстіп енді тұра тұрайық просто. Осы тройной столкновение негізі өте қиын да, менің байқағаным. Бүкіл событиялардың ішінен осы дәл, так, мен бірден кеттім ғой. Дәл осы тройной столкновение ең қиыны. Так, бұл жерде енді біз топ 2-ге кірдік. Достар. Енді топ 2-ге кірдік, екінші орынды алдық. Жарайды достар, енді қазір мен басқа бравлерді алайын. Так, давайте басқа бравлер, кім бар еді бізде тағы? Так, мен таппай жатырмын. Так, давайте Отисті алайық. Отиспен ойнап тастайық. Ал кеттік достар, Отиспен қазір енді тройной столкновение ойнап тастайық. Енді бұл жерде топ 1 аламыз деген ойдамын. Біз бірден үсті банкалар жинап аламыз. И мен бірден центрге кетейін. Бізде негізі жақсы. Мына жерде Эдгарда мені тупить етті, бірден. Так, достар, мына жерде қауіпті қазір. Мен енді ана банкаларды ала алмадым. Так, үстіден тағы атып жатыр Белл. Так, бізге енді бір нәрсе жасау керек мына жерде. Ана жерден Пайперде бір. Так, бір жағынан, мына жерде ворон жүр екен ғой.
Так, ана жерде Джин. Біз смело алып кеттік. Так, бізде, менде 9 банка, так что мен енді уайымдамасам болады қазір. Бірақ Пайпер әрине бәрін қазір құртады. Мына Пайпер енді кетпей жатыр. Так, мына астыда да бар екен ғой бізде. Ох, достар. Қазір қауіпті момент болды. Қазір біз бүйтейік, үстіп алып кетейік. Енді здоровьяны жинау керек. Мына Эдгарда енді қуды конкретно. Так, Пайперді алып кетейік. Мына 12 банкасы бар екен. Қазір біз... Ой, мен... Мен как бы аталам, бірақ... Так, жеткізе алам ғой негізі, бірақ... Мен не істерін білмей жатырмын. Достар, Пайпер енді конкретно жыртады. Все, Пайперді алдық қой. Все, ұттық. Достар. Енді бұл жол шынымен де оңай ұттық. Ал достар, енді қазір басқа бравлерді алайын мен. Отиспен де ойнадық. Так, мына жерде енді... ештеңе қызық жоқ екен. Так, тройное столкновение. Так, әдеттегідей Виллоуды алайық. Осы Виллоумен ойнайық. Қазір біз енді Виллоумен енді ойынды көрсетеміз ғой енді. Енді напарниктерде жақсы болады деген ойдамын. Міне напарник. Так, ойнамай қойды ғой напарникте. Мен енді қазір кішкене тәуекелге барып жатырмын. Bir жағынан дұрыс емес, негізі үйтіп ойнамау керек негізі. Енді соревнования болған кезде, осы тройное столкновениеда үйтіп ойнамау керек негізі. Достар, бірден құлады ғой енді напарник. Қазір біз үстіп емізге қазір. Ана жерден қуып жүру керек просто. Bir жағынан Тара да конкретно тәуекелге барып жатыр. Так, в принципе, жақсы негізі, бірақ бізде вообще банка жоқ қой. Так, бізде банка жоқ. Енді біреуді ұту керек қой. Бізге енді қазір күте тұру керек меніңше. Просто күте тұру керек. Екі уже так напарниктер құлады. Қазір қайттан барады, енді қайтадан ұтылады қазір. Так, бізге енді күте тұру керек. Так, 3 команда қалды. Енді хотя бы топ 2 алу керек. Уже жабылайын деді ғой зона. Так, бізге қазір енді үстіп шығу керек. Достар, мен қазір так үстіп бір жағына... Ай, достар, болмады, Бірден бізге қарай атака жасады ғой. Так, шығайық. Енді қазір біз басқа... Так, кімге бар еді тағы скин? Кіммен тағы... Так, мен ұмытып қалдым. Так, Калет қой, дұрыс. Так, Калет таңдайық. И осы ең соңғы, тройное столкновение атакасы болсын. Кеттік, достар, енді қазір енді Калетпен ойынды көрсетейік, қалай ойнау керек екенін. Так, менде Брок және Рико напарниктер.
айтпақшы мына жәшікпен ұрған кезде де мына щит пайда болады екен да, яғни мықты екен негізі. Иә, енді демон скин шынымен де әдемі екен. Так, ана жерден мен банкаларды ала алмаймын. Иә, ала алмайды екенмін. Мына жерде Шелли бір жағынан. Так, қауіпті қазір. Енді келіп қалуы мүмкін. Ана жерде айтпақшы Брок секірді ғой, мына жерге. Мына жер вообще қауіпті негізі. Не істеп жатыр мынау Рико. Так, 3 команда. Енді так, мына банканы алайық. Ой, достар, міне. Так, все, Леонды алдық. Мына жерде 2 Леон. Мынауда енді кетпей жатыр ғой, тегі. Ай, қазір қауіпті. 13 банка, достар. Так, бізге қазір мына жердегі шетіндегі команданы алып кету керек. Біз топ 2-ге кірмейміз. Так, біз негізі ол жаққа қарай емес. Так. Жай, так, бізге енді үстіп қолдан тастайықшы. Так, былай қолданайық. Үстіп алып кетейік, достар. Достар, Рико, енді ойнамайсың ба, Все, достар, біз 2-ге кірдік, екінші так орын аламыз қазір. Давай, Брок, давай. Шанс бар ғой енді. Так, красава, все. Қазір. Все, достар, кім ойлаған, бірінші орында аламыз деп. Енді базар жоқ, шынымен де мықты ойнадық. Енді шынымен де жолымыз болып кетті. Қазір біз, достар, енді басқа так события ойнайық, басқа картаны. Давайте война призраковты алайық. Енді бұл жабық карта, бұл жерге енді қиын болады, негізі. Жай, достар, енді сонда да кете берейік. Қазір біз енді бірінші атака бұл война призраковке. Так, менде енді напарниктер бұл жерде тоже жақсы ойнайды деген ойдамын. Қазір біз бірден үстіп алып кетейік. Бірден мына нелерді жинап алу керек. Мен тимей жатырмын ғой. Так, енді әзірге айту қиын. Мына жерде енді мықты ойнап отыр негізі. Ана жерде Мэнди не істеп жатыр, анау. Енді өте мықты ойнап отыр, Короче, екеуі екі жаққа жүгіріп жүр ғой енді мына жерде. Так, біз қазір бізге енді маңызды емес негізі, бізге просто жинап алу керек мына нені. Айтпақшы, мен қазір былай суперді қолданып, ой, достар, жетпедім, Так, ультаны қолдандым да, и жетпедім. Бірақ біз қазір енді сонда да ұтамыз. Негізі мынау негізі, достар, өте жақсы ойнады негізі. Чак қой, Яғни бұл жерде Чак енді өте жақсы ойнады. Жарайды, достар, біз енді қазір ұтылып қалдық әрине, бірақ мен қазір енді басқа бравлерді таңдайын. Так, Эмзді таңдайық. Енді қазір Эмзбен ойнап көрейік, қалай болады екен осы режим. Кеттік, достар. По идее, менде негізі жақсы способность, бірақ сонда да енді
способностьке енді сенуге болмайды да. Мына жерден шықпай жатыр ғой енді. Меніңше былай порталды қолданып кетіп қалу керек қой. Ох, мә достар, мен қайтадан тупить еттім. Маған кетпей қою керек еді негізі. Мен қажет емес кезде не порталды қолдандым. Үстіп алып кетейік. Жағынан мә Пайпер тоже как бы ақылды екен мына жерде. Ох, мә достар. Что-то эмізбен қиын ойнап жатырмын. Мә бізде уже 70% қалыпты. Мына Рико енді өте жақсы ойнап жатыр негізі. Анаяқтан және шеттен Пайпер атып жатыр. Мә достар, мынаны қараңыздаршы, мә не істеп жатыр мыналар. Мә достар, мына түрімізбен енді біз ұтыламыз, Олар қазір Пайпер келеді и шеттен атып тастайды да. Так, бізге енді қорғауға тырысу керек. Мына жерде. Так, біз енді 55 секунд қалды, Сағатты эміз енді бұл жерде жарамсыз екен. Бізде әрине үміт бар, бірақ енді үміт аздық. Ай достар, мә анау қазір все жетеді, Рико қатырды ғой, мә Рико. Ох, достар. Негізі центрге барып, не қорғау керек еді маған. Жарайды достар, ештеңе етпейді. Қазір біз енді кімге бар тағы, мә тағы кім еді? Кімге ойнамадық біз? Мен қазір ойлайын, Отиске, Отиспен ойнайық. Қазір енді Отиспен көрейік, қалай ойналады екен. Так, былай енді центрге қарай бірден барайық. Мә осы Отистің жаман жері не здоровьясы аз да негізі. Бір жағынан Отис бұл жерге келмейді, өйткені здоровьясы аз и тез ұтылып қалады қазір. Ана жерде тағы мә тоже кетерге келдіреді қазір. Мә негізі ақылды жасады. Бізде, мә достар, бізде уже 50-ақ процент қалыпты ғой. Мә мынау енді өте жақсы ойнап отыр. Мә достар, қорғандаршы енді мә біреулерін. Бой достар, енді бұл жолда біз ұтылдық, Мен түсінгенім бойынша бүкіл жақсы, яғни боецтерді алып алады да. Мә енді все ұтылдық қой, енді бұл жерде. Мә достар, болмады негізі. Болмады. Так, енді қай боец қалды? Так, бізде Виллоу қалды, или кім еді тағы? Кіммен ойнамадық негізі? Виллоуды таңдайық. Кеттік. Бұл енді біздің соңғы ойынымыз болсын. Война призраков, да? Мә бұл жерде, қараңыздаршы достар, енді бұл жерде бүкілі, демонский скиндер. Ана жерде Калет, Эмс тоже демонический скинмен, и мен как бы Виллоу тоже демон. Бүкілі демонический скинмен ойнадырық. Мә енді күшті шықты. Мен қалай өстіп қолданайын. Спайкты алып кейік. Енді Виллоумен бұл жерде негізі, меніңше ойнауға болады жақсы. Бұл жерде, Виллоу жақсы. Үстіп тағы да мен спайкты алып кетеміз үстіп. И смело, ұтамыз ғой енді бұл жерде. Енді Мортис тырысып жатыр, конечно, алуға. Бірақ ол енді көмектеспейді. Так, Мортис не дейді ана жерде.
Мен бір жағынан ультаны қолданбай жатырмын, өйткені ульта мына жерде енді қажетсіз. Хотя қазір ульта қажет болуы мүмкін. Егер де мен қазір енді атакаға шықсам мына жерде. А біз ұттық қой, по сути. Так, біз ұттық, Так, өйстіп Мортиспен қазір өйстіп ойнап тастайық. Біз ұттық. Достар, ұттық. Базар жоқ енді, бұл жерде Виллоу шынымен де өте жақсы ойналды. Мені достар, көрдіңіздер ғой, 3 демонический скин. Енді шынымен де күшті команда болды. Так, қазір достар, енді біз, давайте пожиратели душ ойнайық. Енді бұл жерде басқа да событиялар бар, әрине. Так, мені столкновение. Так, енді брол болды, ойнаса болады, бірақ біз давайте енді осы 3 событияны ойнап тастайық. Осы, так, пожиратели душты таңдайық. Сонымен достар, қазір біз енді осы пожиратели душты ойнайық. Ал кеттік достар, қазір біз енді пожиратели душты енді көрсетейік. Қазір Виллоумен енді жақсылап тұрып ойналады деген ойдамын. Енді бізде Кензи және так, мен атын ұмытып қалдым қайттан. Вольт, осымен енді так ойнап жүрміз. Так, базар жоқ енді. Так, мен қазір ұтылып қалуым мүмкін. Так, біз қазір енді былай жақындау керек негізі, бірақ мен енді жақындай алмаймын. Мына жерде уже как бы алып қойды. Өкінішке орай нашар ойнап жатырық негізі. Достар, ана жерде так қарсыластарда уже 2 душа. Так, біз жаман ойнап жатырық. Так, қазір біз былай не істейік. Болмай жатыр достар. Енді напарниктер шынымен де нашар ойнап жатыр негізі. Так, енді қалай да алуға тырысу керек мына жерде. Достар, енді болмай жатыр, Хотя, так, мына жерден тоже бір душа, бірақ мына жерде енді Брок енді мұрша бермей жатыр. Қазір біз енді ұтылып қалуымыз мүмкін. Так, достар. Жоқ, достар, все, ұтып кеттік, достар, Енді шынымен де жолымыз болды, ана жерде прям 5-ке 5, Енді керемет болды. Қазір біз енді басқа бравлерді таңдайық. Мен енді қазір басқа бравлерді таңдайын. Так, кімді? Отисті. Ал кеттік, достар. Сонымен достар, қазір біз енді Отиспен ойнаймыз. Бірақ бұл жерде енді қиын болуы мүмкін Отиспен. Енді біз сонда да енді тырысып көреміз. Мына жерде енді шынымен де өте жақсылап. Динамайк мына жерде бар екен. Бірақ бір жағынан бұл жерде енді қарсыластары тоже тупить етті ғой енді конкретно. Мына динамайк негізі кішкене тупить етіп жатыр ана жерде. Біз енді смело алып кетеміз бұл жерде. Так, все, ана жақта Вольт бүкілін жыртып жатыр, уже. Жоқ. Так, бізде мына жерде қиын болып жатыр, так. Былай алып кетейік. Міне динамайк алып кетейік тағы да. Динамайк базар жоқ. Динамайк енді бізді қазір енді так жеңіске алып келеді. Үсті қолданайық қазір. Так, достар, енді қазір пока тең ғой. Так, біз енді ұтып келе жатырмыз, бірақ бір жағынан так 2 душа қалды. Так, білмеймін не істеу керек екен. Так, все, динамайкты алдық қазір и все, біз ұттық. Достар, енді бұл жол шынымен де жолымыз болды.
И қазір біз әрине мына Отистің ұтқан анимациясы что-то шықпады. Так, я шықты. Так, қазір достар енді біз кімді таңдайық? Отис бар. Так, Виллоумен ойнадық. Біз енді қазір Калетті таңдайық. Так, Калетті. Сонымен достар, қазір біз енді Калетпен ойнайтын боламыз. Меніңше бұл жерде енді Калетпен де қиын болады. Өйткені бұл енді кішкене жабық карта. Так, бірақ біз енді так. Қазір көретін болсам, мына жерде қайттан міне Динамайк, енді бүкілі Динамайкпен ойнайды екен осы жерде. Мә достар, мен тупить еттім қайтадан. Так, ол жерде Эдгар бар тағы. Біз енді мына так, Эдгарды алып кету керек. Смело алып кеттік. Бірақ жоқ, негізі ойналады, я Калетпен. Так, ойналады. Так, все, алдық Эдгарды. Енді бірақ ана жақта Джин тұр, енді бермейді я қазір. Я бермеймін деп тұр ғой енді. Қазір біз енді так, біз Джин енді конкретно мына жерде имба. Так, біз Эдгарды алып кеттік қазір. Смело алып кетеміз қазір. Так, біз негізі ұтылып баратыр екенбіз. Мә достар, мына жерде енді мына Динамайк енді қатырды ғой, бүкіл. Ох достар, все, оларға все уже ұтты, я, біз ұтылдық. Я достар, өкінішке орай енді ұтылып қалдық. Так, қазір енді біз басқа нені таңдайық. Так, Эмзді таңдайық, енді. Сонымен достар, қазір біз енді Эмзбен ойнап көрейік. Ал кеттік достар, қазір біз енді Эмзбен ойнап көреміз қалай болады екен. Енді бұл жолы ұтамыз деген ойдамын. Бірақ негізі бұл енді жабық карта ғой, бізге қазір қиын болады негізі. Ана жерде Кольт, Мэнди және Динамайк тағы да. Динамайк енді бүкілін жыртады бұл жерде. Егерде біз шынымен де ұтып кетсек мына жерде енді ол күшті болады енді. Бір жағынан міне Кольт өте мықты ойнап отыр мына жерде. Мына енді Кольтті де құрту керек қой, мына. Мен білмеймін енді қалай не істейтінді. Достар, мен тупить етіп жатыр, қайтадан міне. Достар, біз енді ала алмай жатырмық. Міне ана жерде 2 душа, бірақ енді бұлар енді бермейді ғой алуға. Қазір біз алып кетейік үстіп. Так. Все, міне 3-ші душа, жоқ, 4-ші душа. И қазір так, соңғы душа қалды. Так, және бұл бізде міне. Так, мен қолданайын үстіп. Все, біз ұттық қой негізі, міне соңғы душа. Я, достар, все, міне соңғы душа, мен алып кеттім. Базар жоқ, мықты ойнадық. Сонымен достар, біз енді пожиратели душты ойнадық, міне демонический скиндермен ойнап шықтық енді. Осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.